хан талапай ойын ойнаймыз. Түсіндіремін. Бұлай түскенде хан талапай болады, алшысынан түскенде, жарай ма? Ал қалғанда бұлай шек бүк болып түскенде, онда хан талапай болмайды. Түсіндіңдер ме? Хан бұлай түскенде хан талапай деп аласыңдар. Кім көп болады, сол жеңеді. Түсіндің бе? Ал, сонысын жаңағында неткенде бұлай. Ұстап кім көп болады, сол жеңеді. Жарай ма? Ал, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Қайда етті? 1, 2, 3. Ал, бұлай түскенде, дөп түскенде болмайды. Ал тәуке түскенде болмайды. Бұлай шық түскенде болмайды. Бұлай алшы түскенде хан талапай болады. Түсіндіңдер ме? Ал мені бастаймыз. 1, 2, 3 қарап отырыңдар. Ондай соңысын мынандай түскенде хан талапай деп нетесінде жарай ма? 1, 2, 3. Жоқ. 1, 2, 3. 2, 3. Ал, хан талапай. Мынау бұлай бүк түскенде алмайсыңдар. Хан талапай болмайды. Ал не düşürdü? Мынау шық қой, мынау шық. Мынау тәуке, мынау алшы. Алшы түскенде хан талапай болады. Түсіндіңдер ме? Ал 1, 2, 3 қарап отырыңдар. Жоқ. 1, 2